Әйгілі сәулетші, халық ұстасы Баязит Сәтбайұлы 1860 жылы Аягөз ауданының Шыңқожа бекетінде Сәтбай молданың отбасында дүниеге келді. 12 жасқа толғанда әкесі Сәтбай қайтыс болған соң, шешесі Тұщыбаланың төркіндеріне 1883 жылы қоныс аударады. Отбасының қамы үшін 1883-1884 жылдар аралығында Татар байының 1886-1892 жылдарда Иванов деген орыс байының жалшылығында болып, сол жерде орысша хат танып, тас қалаушы өнерін меңгереді. Ивановтың көмегімен 1893 жылы Боз Қазы қызы Хадишаға үйленеді. Бүкіл әулетімен тас қалаушылық ісімен айналысып күн кешеді. Зайсанға көшіп келгенге дейін Аягөз қаласында тұрады. Зайсанда және Зайсан арқылы Қытаймен арада сауда-саттық өркендей бастаған кезде оны мекендеушілер де көбейе түссе керек. Осы кезеңде сауда жасау арқылы байыған зайсандық саудагерлер үй құрылысын әшекейлеп жүргізу үшін қолы алтын құрылысшы шеберлер іздестіре бастайды. Аягөз маңында тас қалаушылығымен аты шыққан Баязит Сәтбайұлы деген азаматтың бар екенін естіп, Зайсан байлары, саудагерлері оны өзіне шақырады. Баязиттің салған үйлерінің алғашқысының бірі 1899 жылы салынған бұрынғы саз мектебі болса керек. Зайсандықтар оны түпкілікті көшіп келуге үгіттейді. Шебер бұл ұсынысқа келісіп, отбасымен толық көшіп келеді. Баязит Сәтбайұлы салынатын ғимаратқа керекті құрылыс материалдарымен өзі айналысқан. Сары құмды топырақ қоспай, әктің суымен илепті. Кепкен кірпішті 3 күн суға салып, сынақтан өткізіп барып пайдаланған. Кірпішті күйдіргенде өңін қызарту үшін ағаш отындары, ал жасыл түс жасау үшін жусан, көкпек жақтырады екен. Зайсан топырағында құрылыс салу істерінде біртуар тұлға, асқан шебер Баязит Сәтбайұлының еңбегі ересен. Ондай талантты сәулеткер бұл өмірде бұрын-соңды болмапты. Баязиттің басшылығымен, жобасымен 30-дай тамаша үй салынған. Осындай шеберлікпен салынған құрылыстар 1990 жылғы зілзалада да міз бақпапты. Баязит Сәтбайұлы 1954 жылы қайтыс болған.